Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте ерекше рецептімен бөліскім келіп отыр. Қарапайым жасалады, өте дәмді болып шығады. Беляшиден де дәмді десек артық айтпаймыз. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналымызға тіркеліп қолдау көрсетіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептін жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ыстық қайнаған суды құйып, оған 1 шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Жалпы қажетті заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде көрсетілген. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды толықтай илемей тұрып, осылай ортасында сұйық майды қосып, тағы да ары қарай жалғастырып илей береміз. Егер де сіздерде ұн жетпей қалған болса, тағы біраз ұн қосып араластырсаңыздар болады. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болады. Салафанға салып 10 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бір үлкен пиязды алдық. Егер де кішкентай болатын болса, 2-3 данасын қосасыздар. Мен осылай қолмен турағанды жөн көрдім, суы шықпай өзінде қалу үшін. Болмаса блендерге салып, езіп алсаңыздар да болады. Пиязды барынша ұсақ қылып тураймыз. Келесі фаршқа осы туралған пиязымызды қосамыз. Үстіне өзіміз қалаған жасыл шөптерден қоссақ болады. Мен петрушка және де укропты қостым. Өте дәмді және балғын дәмі шығып тұрады. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосып және де суық судан құйып жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды, барлығы жақсы араласты. Енді тынып тұрған қамырымызды аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жұмсақ, жақсы тынған. Енді осыны ұн сеуіп отырып, 2-ге бөліп домалақтаймыз. Бір бөлігін шетке алып қоя тұрамыз. Кеуіп қалмау үшін салафанға салып қоюды ұмытпаңыздар. Екінші бөлігін үстіне ұн сеуіп отырып, жұқа қылып жайма жаямыз. Жаймамыздың арасы жабыс қалмау үшін жұқалап ұн сеуіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтауға жинап, дәл осы әдіспен жаймамызды бөлетін боламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай бөлсеңіздер де болады, бірақ осы әдіс арқылы бөлсеңіздер, біздің жайма біркелкі шығатын болады. Барлығын кесіп алғаннан кейін бірінің үстіне бірін осылай ұзыншақ қылып жайып қойып шығамыз. Және де бір айта кететіні, жайманы өте жұқа қылып жаймаңыздар. Менде кішкене жұқарақ болып кетті. Аздап осыдан қалыңдау болса, идеальный қамыр болып шығады.
Дәл осы видеодағы әдіспен кессеңіздер жақсы шығады. Енді әрбір қамырымызға осылай жарты шай қасық фаршты, яғни начинкамызды салып шығамыз. Начинканы бір жақ шетіне қарай салсаңыздар ыңғайлы болады, себебі біз қамырды бүктеп екі жағын бекіткен кезде оңайырақ шығады. Мінекей біз барлығын бекітіп болдық. Енді екі жақ шетін шанышқының көмегімен басып шығамыз. Осындай мини чебуреки десек те болады. Бізде дайын болып қалды. Енді сұйық майымызды қыздырамыз. От қатты болмауы керек, орташадан сәл жоғары болса жеткілікті. Біздің мини чебурекиміздің екі жағы сәл қызарғанша осылай майға сапырып аламыз. Аса қызартпай сүзіп алатын боламыз. Ыдысымызға салфетканы төсеп, осы сүзіп алған мини чебурекимізді саламыз және келесін салып осылай пісіре бересіздер. Мінекей достар, осымен біздің ерекше дайындалатын мини чебурекиларымыз дайын болды. Өте дәмді. Осы әдіспен жасап көріңіздер, тез дайын болады, көп уақыттарыңызды алмайды. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын.